Келесі бізде 525-ші есеп теңдеуді шешіңдер делінген. Бұл жерде модуль таңбасымен беріліпті. Енді бізде модульден 0-ден үлкен сан шығатын болса, яғни 2 мәнге ие болады. Сонда бұл теңдеуді 2х тең 6 және 2х тең минус 6 деген екі түрлі жолмен шығаратын боламыз. Х-ті табу үшін не істейміз? 6-ны 2-ге бөлеміз. Сонда х біріміз тең болады 3-ге. Мына жерде х-ті табу үшін минус 6-ны 2-ге бөлеміз. Сонда х 2-міз тең болады минус 3-ге. Енді мына жерде орнына қойып көреміз. 2-ні 3-ге көбейтсек 6, 6-ның модулі 6-ға тең. Минус 3-ті қойып көреміз. 2-ні минус 3-ге көбейтсек минус 6. Минус 6-ның модулі 6-ға тең болады. Яғни теріс санның модулі қарама қарсы санға тең. Барлығын осы жолмен шығарамыз. 3х тең 12, 3х тең болады минус 12-ге. Х-ті табу үшін 12-ні 3-ге бөлеміз. Сонда х біріміз тең болады 4-ге. Х-ті табу үшін минус 12-ні 3-ге бөлеміз. Сонда х 2-міз тең болады минус 4-ге. Келесі 5х тең болады 8, қосу үш еді, қарама қарсы бетке азайту 3 болады. Сонда 5х тең 5-ге. Тура жаңағыдай етеміз. 5х тең 5-ге, 5х тең минус 5-ге. Х-ті табу үшін не істейміз? 5-ті 5-ге бөлеміз. Сонда х біріміз 1-ге тең болады. Х 2-міз минус 5-ті 5-ге бөлетін болсақ, минус 1-ге тең болады. Келесі модуль ішінде 4х тең болады 17, қосу 5 еді, теңдіктің жағына азайту 5 болып етеді. Сонда 4х-іміз тең болады 12-ге. Тура жаңағыдай етеміз. 4х тең 12, 4х тең минус 12. Енді х-ті табу үшін не істейміз? 12-ні 4-ге бөлеміз. Сонда х біріміз 3-ге тең болады да, х 2-міз минус 3-ге тең болады. Минус 12-ні 4-ге бөлсек, минус 3 шығады. Келесі 1,5х тең 4, азайту 2 еді, қосу 2 болады. 1,5х тең 4-ге 2-ні қоссақ 6. Тура жаңағыда екі түрлі мәнге ие болады. Яғни 1,5х тең 6, 1,5х тең минус 6. Х біріміз сонда 6-ны 1,5-ге бөлетін болсақ 4 шығады. Х 2-міз минус 6-ны 1,5-ге бөлетін болсақ, минус 4 шығады. Келесі модуль ішінде 6х тең 7-ден азайтамыз минус 5-ті. Сонда 6х-іміз тең болады 7, минус не болады? Плюс 5 болады. Сонда 6х-іміз тең болады 12-ге. 6х тең 12, 6х тең минус 12 деп теңдеуді шешеміз. Сонда х біріміз неге тең болады екен? 12-ні 6-ға бөлсек 2, х 2-міз тең болады. Минус 12-ні 6-ға бөлетін болсақ, минус 2 шығады.